Тоқалдың тартқызған азабы. 2 бөлім. Күндер өтіп жатты. Балапандарыммен әдеттегідей жалдамалы пәтерде ой үстінде отырмын. Бірнеше күндер бұрын далада қалған едім. Осы пәтердің өзін әзер таптым. Пәтер табылса ақша табылмай, ақша табылып пәтер төленсе тамақ табылмай, көзімнен жасым құрғамай, күндерім өтіп жатты. Осы сәтте маған келіп, бұның барлығы өтеді, еш алаңдама дейтін адамды күттім. Өте ауыр соққылардың бірі болды. Қабырғамды қайыстыратындығы, балаларымды тастап қалай жұмыс жасаймын? Жұмысқа шықпасам, бұлардың күні қалай болады? Сан мың сұрақ мазамдала берді. Жолдасыма деген сағыныш, оған деген қызғаныш жайымен қалды. Нағыз мәселе менде енді басталғандай. Аралап жүріп бір жұмыс таптым. Бір мейрамханада ыдыс жуамын. Келісіп, ертең жұмысқа шықпақ болып кеткенде, үйге келсем, балапандарымның қарны аш. Анашым, біз ешқайда бармаймыз, үйде де отыра алмаймыз, біз не істесек болады деп балаларым азарда безер. Үлкенім 6 жаста, кішкентайым 4 жаста. Амалсыздан ертең жұмысқа алып барамын дедім. Бар ойым мейрамхана ғой, сол жерден тоя тамақ ішер деген ойымда бар. Сол күні жатып ұйықтадық. Азанда балаларымды оятып жұмысыма бардым. Балапандарымды көрген администратор: "Бұныңыз не? Балалармен мұнда кіруге болмайды. Балаларыңыз құлап қалса не болады, жыласа не болады? Бұл жерге кіргізуге болмайды" деп шорт кесті. Енді қайтамын, балаларым бөтен адамның маған жекіп, айғайлап сөйлегенін көтере алмай жылап қалды. Балаларымды жылатқан жерде қалай жұмыс жасаймын деп қос құлынымды құшақтап үйге қайттым. Жолдан газет сатып алдым. Не де болса жұмыс табылып қалар деген ойым. Газетті арақтарып, бер ақтарып бір жұмыс тапқандай болдым. Хабарласып едім, келіңіз сөйлесейік деді. Балапандарыма, мені үйде 1 сағат күтулеріңді сұраймын. Мен сендерге тәтті тамақ алып келем деп қоям. Бірақ тәтті нәрсе алып келетін қалтамда 1 тиын ақшам жоқ еді. Бірақ балаларымды солай алдап тастап кеттім. Бір Аллаға сыйынып барам, я Раббым, балапандарым ештеңеге ұрынып қалмаса екен, мен келгенше өзің панаңа ала көр деп жалынып барам. Автобусқа мінетін ақшам да жоқ. Жаяулатып кетіп барам. Сол сәтте автобус аялдамасын өткен бойда бір көлік мені қаға жаздады. Ішінде 2 жастағы әйел адам екен. Маған ұрса жөнелді. Кешіріңіз дей берем. Негізінде ол кісі менен кешірім сұрау керек, себебі мен өз жолымда кетіп барамын. Мен кімнің қалай машина айдайды екен деп жан-жағыма алаңдап ой салатын ойымда бос емес. Бар ойым балапандарымда еді. Ол кісі көлігінен түсіп, айналайын, сен де мені кешір, көлікке отыршы, бәрі дұрыс па деп көлігіне отырғызды. Көлікке міндім. Тым қымбат көлік. Жағдайы жақсы кісі екені көрініп тұр. Еш жерің жараланбады ма? Мені де кешір. Мен арт жаққа қарай беріп алдыңғы жақты байқамаппын. Сенде бәрі дұрыс па? Кешірім өтінем, айналайын деп ол кісі де кешірім сұрай берді. Сол сәтте бір жылы сөзін, жылы лебін сезгендей айғайлап тұрып жылауға бастым. Ол кісі шошып кетті. Айналайын, не болды? Не болды? Жөніңді айт, бір жерің ауырып тұр ма? Жүр, ауруханаға барайық деп ол кісі азарда безер болып барады. Жоқ, менің тәнім ауырмайды, жаным ауырып барады. Балаларыма жейтін аста жоқ. Жұмыс жасайын десем, жұмыс талмайды. Басымда баспанада жоқ деп басымнан өткен барлық жағдайды үйіп-төгіп айтып бердім. Ол кісі менімен қосылып жылады. Қарағым, айналайын, бұл жағдай менің де басымнан өткен еді. Бірақ жолдасым үйге тоқал алып келмесе де, солай жүріске салынған еді. Бірақ мен өзімнің мықтылығыммен бұл жағдайды өткен едім. Сенің жағдайың тым бөлек. Ең әуелі, жүр, жылағаныңды тоқтат, балаларға тамақ алып барып берейік деп, әлгі апай мені үлкен дүкенге алып барды.
балаларың не жейтін еді, бәрін ал дейді. Үйіп, төгіп, барлығын алып алдым. Үйге келсем қос қолым ойнап отыр екен. Қолымдағы тәтті тағамдарды көріп, қуанып, есіріп, ойнап, жүгіріп кетті. Қуаныштарында шек жоқ еді балапандарымның. Апай үйге кірді, дереу шай қоя бастадым. Әлгі кісі менің пәтерімді көріп, басын шайқап, екі баламен бұл жерде қалай тұрасың? Бір Құдай мені саған жолықтырған шығар. Қане, балаларыңның затын жинада, менімен бірге біз жаққа қарай жүр. Менің үйімде тұрмасаң да болады. Есігімнің алдында үлкен, кең, жарық екі бөлмелі үй бар. Сода орналас. Бір жағынан сен ары бері шыққанда балаларыңды мен қарайласып қоям. Менің жүрегім жарылардай қуандым. Апайға рахметімді айта бердім. Балаларымның қарындарын тойғызып, барлығын жуып теріп жинап, әлгі апайдың үйіне бардық. Үйі деген керемет. Мен ондай үйді елестете де алмаймын. Есіктің алдында орналасқан кең, жарық, екі бөлмелі үйге бізді кіргізді. Ана үйдің жиһаздарын да сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ыдыстары қандай. Тым әдемі, ерекше, керемет бөлме екен. Балаларым біз осында тұрамыз ба деп балапандарым қайта-қайта сұрайды менен. Иә, біз осында тұратын болдық. Қанша уақыт тұратынымызды бір Алла біледі, бірақ әзірге осында боламыз. Анашым, біздің әкеміз қашан келеді деп кішкентайым шүлдірлей әкесін сұрады. Сағынған болу керек. Әкелерің ауырып қалды. Әлгіндегі апай әкелеріңді емдейді. Жазылса келеді деп жай ғана балапандарыма жылы жауап қойдым бұл тақырыпты. Күндер өтіп жатты. Әлгі әжейдің маған өте көп көмек тиді. Балапандарымды да қарайлайды, киімдерін де апарып қояды. Ақшалай да көмегін береді, тамақтан да қарайласады. Өзі ет асқан болса, біздің үйге дереу сол тамақтың белгілі бір бөлігін әкеп береді. Қонақтары келсе, мен де көмектесем ол кісіге. Сенбі жексенбі күндері үйін жинап беруге тырысам. Біз солай тіл табысып, бір-бірімізге қамқор болып, айлар өтіп жатты. Әр жерде жалданып жұмыс жасаймын. Тапқан ақшамды жинап жатырмын. Өйткені ертеңгі күнім не боларын білмеймін. Бір күні апай ертең маған қонақ келетін еді, маған көмегіңді бересің бе деп үйіне көмекке шақырды. Балапандарым ұйықтап жатқан. Жайлап, киініп апайдың үйіне бардым. Қонаққа әбден дайындалдық. Дастарханды ерекше керемет қып жайнатып қойдық. Қонақтардың басы келе бастады. Апайға, осымен мен үйге бара берейін. Өзіңіз үлгерерсіз, қонақ қайтқаннан кейін жинауға келемін ғой деп шығып баратқаным сол еді, үйге бір ер адам кірді. Сымбатты, денелі, аққұба келген кісі екен. Ол кісінің байқамай иығынан қағып жібердім. Қараған кезімде ол кісінің жанары адамға деген мейірім төгіп тұрады екен. Бір жылулықты сезгендей, ол кісіге қарап жымидым. Ол кісі менің қолымнан ұстап, ештеңе етпейді. Өте беріңіз деп маған жол көрсетті. Апайдың қонақтары тарқайтын уақыт болды. Тарқап жатқан шығар деп мен әдеттегідей балаларымды тамақтандырдым да, үйде ойнап отырыңдар, есікті ешкімге ашпаңдар деп әжейдің үйіне бардым. Әжейдің үйіне барсам, әлгі жігіт әжеймен әңгімелесіп отыр екен. Әжей менің барлық жағдайымды айтқан болуы керек. Яғни маған ұсынатын жұмысы бар ма екен сұраған болса керек. Әлгі жігіт маған қарап, мамандығыңыз қандай деп сұрады. Менде белгілі бір мамандық болмағаннан кейін білмеймін деп жауап қаттым. Жоқ, бұрын соңды білім алдыңыз ба, оқыдыңыз ба? Мен оқып жүріп оқуымды тастап кеткен едім деп тіл қаттым. Тамаша, яғни белгілі бір білімге қадам басқансыз. Олай болса деп ол кісі өзінің ұсынатын жұмыстарын тізіп берді маған. Ішімнен қуанып барам. Барлығын сауатты түрде
айтып түсіндіріп ол кісі бізбен қоштасты. Әлгі апай болса маған: "Міне, саған жұмыста табылды. Енді алаңдайтын ештеңе жоқ. Бұл жігіт өте мықты, білікті маман. Саған өзіңнің балапандарыңа ыңғайлы қылып жұмыс кестесін қойып береді. Еш алаңдама" деп әжей ерекше мәз. Солай әжей екеуміз дастарханның барлығын жинастырдық та мен өз үйіме қарай кеттім. Қатты қуанып үйге келдім. Ұйықтай алар емеспін. Бойымды бір тәтті сезім билеп барады. Жолдасымнан кеткелі 4 айдың жүзі болған. Артымнан ешкім хабарласпады да, іздемеді да. Телефоным сол баяғыша. Қайын жұртым жолдасымның сөзін сөйлеп, соның жасаған дұрыс деп білген болуы керек. Маған бірде-бір хабарласпады. Балаларды да ешкім сұрамады. Демек, Алланың өзі маған осылай дұрыс болып тұрғанын көрсетіп, мені бұл үйден алып шыққан болу керек деп өзімді жұбаттым. Солай ертесі жаңағы жігіт ұсынған жұмысқа бардым. Керемет жер екен. Өте биік, әдемі, зәулім, маған қатты ұнады. Әлгі жігіт өзі мені қарсы алды. "Сіз бүгіннен бастап жұмысты бастай беріңіз, мен сізге таныстырып өтем" деп барлығын таныстырып өтті. Өзіме ыңғайлы хатшы жұмысын ұсынды маған. Хатшы болу маған ұнайды. Білмеймін, әйтеуір бір нәрсесімен тартатын хатшы болу. Хатшы болып жаңағы жерге орналастым. Әрине, жұмыс басында қиын болды. Түсініксіз болды. Жылап та алдым. Әйтеуір үйрендім. Хатшы болып жаңағы жерде 6 ай жұмыс жасаппын. Апайдың көмегімен балаларымды балабақшаға да орналастырғанмын. Жұмысым да жақсы. Бәрі өте керемет. Күндер өтіп жатты. 6 айдан асқан кезде мені басшылық шақырып: "Сіздің жұмысыңызды өзгертуімізге тура келіп тұр. Сіз бізге өзіңіздің жақсы қырыңызды, жауапкершілігіңізді көрсеттіңіз. Енді сізді хатшыдан жоғары статусқа ұсынсақ па дейміз. Еш сылтауратпастан осы жұмысты қолыңызға алыңыз. Сіздің қолыңыздан келеді" деді. Мен мәз болып барам. Әрине деп ол жұмысты қабыл алдым. Яғни бір бөлімнің басшысы болдым. Менің жұмыс жасап жатқан фирмам жолдасымның саласымен бір бақытта еді. Сонымен кездесіп қалмасам болды деп іштей де тілеп қоям. Әлгі жігіт күндердің күнінде мені мейрамханаға шақырды, киноға шақырды, серуенге шақырып жүрді. Екеуміздің арамыз жай жақындаса бастады. Мен де әйелмін. Қамқорлыққа, ыстық сезімге бөленгім келеді. Ол жігіттен бас тартпадым, себебі ол отбасылы емес еді. Солай барлығы жайдан басталып арамыз ыстық сезімге ұласты. Күндердің күнінде мен апайдың үйінен әлгі жігіттің үйіне көшуіме тура келді. Мен ұсынысын қабыл алып, сол үйге қарай көштім. Жұмысым жақсы жүріп жатыр. Барлығы тамаша. Бір күні жұмыста отырсам, есік қағылады. Хатшы келіп маған: "Сізді бір проекттің ақылдасуға біздің конкуренттеріміз келіп тұр. Сізбен барлық мәселені ашып талқылағысы келеді" дейді. Мен орнымнан тұрып, асықпай есік жаққа бардым. Есіктің сыртында тұрған менің бұрынғы жолдасым екен. Тұла бойым дірілдеп, үстімнен біреу мұздай су құйғандай кештім. Ол да мені көріп алақ-жұлақ, не істерін білмей, аң-таң. Сол сәтте екеуміз жоғарғы бөлмеге қарай бардық. Жұмыстың барысын ақылдасып, талқылауға көштік. Жұмысты айтып болғаннан кейін ол маған: "Не жұмыс жасайсың? Бұл жұмысқа қалай кірдің?" деп мен тергеуге көшті. Орнымнан тұрып: "Сізбен барлық мәселені анықтадық. Егер біздің сізге ұсынып тұрған ұсынысымызды қабыл алатын болсаңыз, жұмысты бастайық. А егер бас тартатын болсаңыз, онда өз еркіңіз" деп сөзімді аяқтай бергенде, менің қасыма менің өзімнің сүйіктім келді. Ол мән-жайды анықтамақ болып: "Мұнда не болып жатыр? Қандай проекттің талқылап жатсыздар?" деп сұрақтың астына алды. Менің бұрынғы жолдасым болса, басын салбыратқан күйі кабинеттен шығып кетті. Әрине, бұл менің бір
жеңіске жеткен кезім сияқты болды. Өйткені менің қолымнан ұстап, маған қамқорлық көрсетіп тұрған адамды ол сезбеді емес, сезді. Және ол да мен кешкен күйге ол да түсті деп ойлаймын. Адамбыз ғой, пендеміз. Кек алу деген болады. Өзімше бұны сондай кек алуға топшылап қойдым. Күндер өтіп жатты. Ол компания біздің ұсынысымызды қабыл алды. Күндері өтіп, біз сүйіктім екеуміз үйленетін болып шештік. Яғни ол мені 2 балапаныма қарамаса да, мені асыл жары қылып алатын мәлімдеп, үлкен тойда жасадық. Аллахтың маған берген бақытты болар, мен ерекше бақытты едім. Балапандарым да бақытты, керемет үйде тұрамын, астымда өзім армандаған көлік те бар. Бір күні компаниямыздың атынан үлкен кеш болатын болды. Жолдасым сол жерге біздің партнер компания ретінде олар да келетін болды. Кеш басталды. Мен әдемі киініп, өзімнің жолдасымның қасында жүрмін. Сол сәтте бұрынғы жолдасым өзінің кезінде біздің үстімізге алып келген тоқалы екеуі кірді. Тоқалы болса толысып кеткен, үстіне әйтеуір бір киімді ілген, алпы-жұлпы болып олар да кірді. Басымды көтеріп, жымия күліп соларға қарап тұрмын. Тоқалы мені танығандай, бұрынғы жолдасымның құлағына сыбдырлап қояды. Біліп тұрмын оның не айтып, не сұрап жатқанын. Сол сәтте жайлап, қадамдай басып, олардың алдына бардым. Қолымды созып, армысыздар? Біздің партнер болар компаниясыздар ғой. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Жоғары жаққа қарай барып жайғасыңыздар деп, осы кеш ұйымдастырушысы ретінде оларды төрге шақырдым. Жолдасым қасыма дереу келді. Неге сен қызмет етесің? Қызмет етпе. Мұнда оны жасайтын адамдар бар деп менің қолымнан тартып төрге қарай алып кетті. Бұрынғы жолдасым бізден көз алар емес. Іштей рахаттанып барамын. Менің армандағаным да осы сияқты. Себебі менің қатты қиналған кезімді ол да сезсе ғой деп жыламадым емес, жылаған кезімде болды. Алла әділетті. Ол бақытты болғысы келіп, мені үйден қуды. Бірақ Аллах тағалам менің де бақытты болатын күнімді тудырды. Көп отбасын ойрандап жатқан осындай тоқалдар. Тоқал алғаның барлығы бақытты болмайды. Яғни, әр адамның бақыты өзінің басынан еш қайда қашпайды.